Қазақстандық танымал актриса Дариға Бадықова анасының 60 жасын дүркіретіп атап өтті. Өнер иесі барша жақындарының басын қосып, үлкен той жасаған деп жазады. Дариға Бадықова анасының 60 жасқа толуына орай Алматыда үлкен той жасаған. Думанды кешке барша ағайын туыстары, жақындары мен актрисаның өнердегі достары келген. Сонымен қатар қадірлі қонақтар арасында Мақпал Жүнісова мен Жанар Айжанова да болған. Экстрада жұлдыздары Бадықованың анасына ақ тілегін айтып, тойға жиналған қауымға өнерін паш етті. Оған қоса Бадықованың анасын Келінжан сериалының жұлдызы Нұргүл Мыңғатова арнайы құттықтап келген. Дариға Бадықова анасының 60 жас мерейтойы қалай өткен инстаграмдағы парақшасында көрсеткен. Дариға Бадықова 1985 жылы 1 желтоқсанда Жамбыл облысы Мойынқұм ауылында туылған. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының музыкалық драма және режиссура мамандығы бойынша тәмамдаған. Тұрмыс құрған. Жолдасы Мұсаев Дархан. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.